dostlar. Bugungi sabagimizda biz qizil ko'ylak әнін үйренетін боламыз. Ендеше кеттік. Biz birinchi bulanımızın qağısını bilib alayıq. Ол bizde төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Yani төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары деген qağыс көп кездеседі екен. Кеттік. Ең бірінші takta ол bizde 3-ші перне 2-ші саусақпен аламыз. Және осы жерде тұрып 2 qağыс қағамыз, екеуі де төмен. Келесі 2-ші перне жоғары. Келесі 0-0 төмен. Және 2 жоғары. Келесі бізде қайтадан 2-де тұрамыз, төмен қағамыз. Келесі 3-ке ауысамыз, төмен жоғары. Келесі бізде 5. 5-ші перне 4-ші саусақпен төмен жоғары. Келесі бізде 3-ші перне төмен жоғары 3 рет. Келесі бізде 2-ші перне үстінің барлығы ашық. Төмен жоғары 2 рет. Және 0-0, яғни ашамыз. Осы жерде 10 қағыс қағамыз. Келесі бізде 2-ші қатарымыз ол 3-ші пернеден басталады. Төмен. Және келесі 2-ші перне жоғары. Және де келесі 0-0 төмен. Және де 2-ші перне қайтадан төмен қағыс қағамыз. Келесі тактымыз бізде 2-ші перне төмен қағамыз. Және келесі 3-ші пернеге ауысамыз да төмен жоғары қағыс ойнаймыз. Келесі бізде тағы да 5-ші перне түсеміз. Бірақ бұл жолы 2-ші саусақпен түсеміз. Және осы жерде төмен жоғары 2 қағыс ойнаймыз. Келесі бізде 7-де 8. 7 астында 1-ші саусақпен, 8 үстінде бас бармақпен. Осы жерде біз 2 рет төмен қағыс ойнаймыз. Келесі астың шекте 10-ға ауысамыз, үсті 8-де тұра береді. Жоғары. Келесі 8-де 8 төмен жоғары. Және 7-де 8-ге келіп қайтадан 10 қағыс ойнаймыз. Келесі қатарымыз бізде ол 10-да 8-ден басталады. Яғни үстіңгі шекте 8 тұрады, астыңғы шекте 10. 2 рет төмен қағамыз. Төмен. Және келесі 8-де 8 жоғары. Келесі бізде 7-де 8 деген пернелер төмен жоғары. Және қайтадан 8-де 8 5 қағыс ойнаймыз. Келесі тактымыз бізде 5-ші пернеге шығамыз. 1-ші саусақпен, және осы жерде бір төмен қағыс қағамыз. Төмен. Келесі бізде 7-ші перне төмен жоғары 2 рет. Келесі бізде 8-ші перне 3-ші саусақпен барамыз. Және бұл жерде де төмен жоғары 2 қағыс ойнаймыз. Келесі бізде 7-ші перне төмен. Және 8-ге ауысамыз 3-ші саусақпен, және жоғары. Және қайтадан 7 төмен, және 5-ші перне жоғары. Келесі бізде келесі тактымыз ол 3-те 5 деген пернелерді ұстап, яғни үстінде 5 бас бармақ, астында 3 1-ші саусақ. 10 қағыс ойнаймыз. Келесі қатарымыз біздің 2-ші пернеден басталады. 1 төмен қағыс қағамыз. Келесі бізде 3-ші перне төмен жоғары 2 рет. Келесі бізде 5-те 5 төмен жоғары. Және де келесі бізде 7-ші перне 1-ші саусақпен аламыз. Және 2 рет төмен қағыс қағамыз. Және келесі қағысымыз біздің 10-ші перне 4-ші саусақпен жоғары. Одан кейін 8-ші пернені аламыз. 2-ші саусақпен төмен жоғары. Және 7-де 8. Келесі тактымыз. 10 қағыс 7-де 8-де тұрып тартамыз. Келесі бізде 5-ші перне 2-ші саусақпен төмен. Және 3 1-ші саусақпен жоғары. Және 2-ші перне 2 рет төмен жоғары қағыспен ойнаймыз. Келесі бізде 3-ші перне төмен. Және 5
5-ci perне төмен созықпен жоғары, және 3-ші перне төмен, және 2-ші перне жоғары, және 0-ден 0, яғни ашық, осы жерде 10 қағыс ойнаймыз. Осымен біздің бір куплетіміз бітеді. Келесі бізде қайырмасы. Қайырмасы 3-те 5 деген пернелерді ұстаймыз, төмен 1 рет тартамыз. Келесі бізде 5-те 5, төмен жоғары. Келесі 7-те 5, тағы да төмен жоғары. Және 8-де 5, 8-де 10. Яғни 8 астында, үстінде 10. 10 қағыс қағамыз осы жерде. Және тағы да осы келесі 10-да 8, бұл жерде байқасаңыздар енді 8 үстіне ауысады, ал асты 10-ға ауысады. 5 қағыс ойнаймыз, төмен төмен жоғары, төмен жоғары. Келесі бізде 8-де 8 төмен, және 10 қайтадан жоғары, және 8-де 8 төмен жоғары. Және 7-де 8 10 қағыс ойнаймыз. Бұл бізде қайырмасы 5-ші қатары болатын. Келесі бізде 6-ші қатары 7-де 8-ге ұстаймыз. Және де осы жерде 5 қағыс ойнаймыз. 5 қағыс. Және де 6-ші қағысымыз ол төмен бір ғана қағыс, 5-те 7-де қағамыз. 5. Және келесі 3-те 5. Бұл жерде де 5 қағыс ойнаймыз. Келесі бізде 2-ші перне, үсті ашық, төмен төмен. Және 0-ден 0 ашық, жоғары. 2 қайтадан төмен жоғары. Және 3-те 5-ке түсеміз. 10 қағыс ойнаймыз. Келесі біз 3, 5, 5, 7, 8-де 10, ya. Және ауысамыз керісінше 5 рет. 8-де 8 төмен жоғары. Және 7-де 8 10 рет. Келесі бізде соңғы қатарымыз, ол 7-де 8 5 рет тартамыз. 5 рет. Және 6-шысы 5-де 7 төмен қағыс. Келесі бізде 3-де 5 5 қағыс тағы да. Келесі бізде 5-де 5 төмен төмен. Және 3-де 5 жоғары. Және 2 төмен, 3 жоғары. Және 0-ден 0 10 қағыс қағамыз. Осымен біздің қызыл көйлек әніміз аяқталады.